And if you can't егер адам өз сезімінен биік ойлай алмаса, яғни ойлау сезімге тәуелді болып қалса, онда ол адам өткенмен өмір сүріп жатыр деген сөз. Ал егер сен өз ойларың сенің өміріңе тікелей әсер етеді деп сенетін болсаң, онда болашағың өткеніңе қатты ұқсайтын болады. Менімен біргесіңдер ме? Сен ондай адамнан неге сонша ашулысың, неге қиналып жүрсің, неге өзіңді кінәлі сезінесің деп сұрасаң, ол білгің келсе, қазір айтып берейін деп 15, 20, 30, тіпті 40 жыл бұрын менің басымнан мынандай жағдай өткен еді деп айта бастайды. Негізінде ол адам бұрын болған бір оқиғаның, бір жағдайдың оның ішкі сезімін түбегейлі өзгерткендігі туралы айтып отыр. Сатқындық болсын, күтпеген соққы болсын, жақыннан айырылу болсын, мүмкін ол диагноз іздесу болсын, бәрібір. Сол эмоциялық күйзеліс миға қатты әсер етіп, бір сәтті тоқтап қалған кадр сияқты сақтап қойған. Мұны ұзақ мерзімді жат, яғни ұзақ мерзімді естелік деп атайды. Адам сол оқиғаны есіне алған сайын, сол туралы ойлаған сайын, миы мен денесінде қайта-қайта сол бірдей химиялық реакциялар пайда болады. Яғни дене сол жағдайды қайталап бастан кешіп жатқандай болады. Сонда сен ол адамнан қалай сен мұндай күйге жеттің деп сұрасаң, ол себебі 20 жыл бұрын менің басымнан мынандай да бір жағдай өткен, содан бері осындай күйге тап болдым дейді. Бірақ шын мәнінде ол адамның айтып тұрғаны басқа. Мен сол оқиғадан бері өзгерген жоқпын. Яғни сол жағдай мені бір жағына өзгертті де, сол күннен бері мен бұрынғы адам емеспін дегені. Әлі менімен біргесіңдер ме? Демек, бұрын болған оқиғадан қалған эмоция адамның денесін әлі күнге дейін өткен шақта ұстап тұр. Адам сол сезімді қайта-қайта сезіне берсе, оның денесі де өткен шақтан шыға алмайды. Дұрыс па, қате ме? Осындай адамның басында әрқашан бір әңгіме жүреді. Бірақ сол әңгіменің кем дегенде 50% шындыққа жанаспайды. Тіпті мүлде болмаған нәрсе де болуы мүмкін. Соңғы зерттеулер көрсеткенде, кейбір адамдар шын мәнінде өздері ешқашан өмір сүрмеген қасіретті өмірді қайта-қайта ойнатып, соны сезініп жүреді. Неге? Өйткені еш өзгеріссіз жүре берген оңайырақ. Ал ми тұрғысынан қарасақ, өткенді еске алған сайын, сол эмоция қайта сезінген сайын белгілі бір жүйке жасушалары бірге іске қосылады. Осылайша адам өз денесін сол күйге үйретіп алады. Ол күй адамға таныс болып қалады. Біртіндеп дене сол эмоцияның ақылына айналады да, басқарылуы керек нәрсе керісінше өзі басқарып кетеді. Яғни қызметші қожайынға айналады. Енді егер сен ойларың өміріңе әсер етеді деп сенетін болсаң, мынаны түсініп ал. Адамдардың көпшілігінің ойы өткендегі бір естелікке байланған. Сол себепті бүгінгі ойы кеше қандай болса, дәл сондай болып қала береді. Бірдей ой, бірдей таңдау. Бірдей таңдау, бірдей әрекет. Ал бірдей әрекет бірдей тәжірибемен нәтижеге алып келеді. Мұндай тәжірибе әрдайым бірдей сезім тудырады. Ал сол бірдей сезім қайтадан дәл сол ойларға әсер етеді. Осылайша адамның бүкіл биологиясы өзгермей қалады. Миындағы жүйке байланыстары, химиялық процестер, гормондары, тіпті гендердің жұмыс істеу тәсілі де сол күйінде қалады. Себебі адам өзі өзгермей жүр. Менің айтқаныма қосыласың ба? Дәл осы түсінікпен біз Сан-Диегодағы Калифорния университетінен бірге жұмысымызды бастадық. Ғалымдар алғашында бізді есі ауысқандай көрді. Олар мұның мүмкін екеніне мүлде сенбеді. Әлі есімде, Пальм Спрингсте бір кішкентай дөңгелек үстелдің басында отырғанбыз. Сонда мен қағазға былай деп жаздым: бірдей ойлар, бірдей таңдаулар, бірдей әрекеттер, бірдей мінез құлық, бірдей тәжірибе, бірдей сезім, бірдей биология. Түсінікті ме? Ал өзгеріс неден басталады? Жаңа ойдан, жаңа ақпаратты үйренуден. Жаңа ақпарат миға не үшін керек? Егер сен жаңа нәрсе үйренсең, ойыңды өзгереді ғой, солай ма? Иә ме, жоқ па? Иә. Бірақ тек отырып алып, түсінумен немесе есте сақтаумен шектелу жеткіліксіз. Одан кейін міндетті түрде басқа таңдау жасау керек. Яғни бұрын істемеген нәрсені істеуің керек. Жаңа әрекет, жаңа тәжірибе тудырады, ал жаңа тәжірибе жаңа сезім әкеледі. Сонда адамның биологиясы сәл болса да өзгере ме? Әбден мүмкін. Бірақ олар өзгерістің қаншалықты үлкен болатынын мүлде елестеткен де жоқ. Тіпті ойларына да келмеді. Мынаны бір ойланып көріңдерші. Бұл бөлмедегі әр адамның өзіне тән генотипі бар. Ал ген не жасайды? Айтыңдаршы. Белоктарды. Дұрыс, жарайсыңдар. Мені бір сәтке тосылтып жібердіңдер. Демек, әр қайсың мәдениетіңе, отбасыңа, тегіңе, шыққан ортаңа байланысты өз алдына бөлек жеке генотипке иесіңдер. Енді мынаны қараңдар. Бар жоғы 7 күннің ішінде адамдардың 80% бірдей гендерді белсендетіп, бірдей белоктарды шығара бастайды. Бұл нені білдіреді? Бұл тобыр, үйір, қауым дегенді білдіреді.
яғни ортақ бір сана қалыптастырып жатыр. Сол сана әр адамның биологиясынан көрініс тауып, бәрі бірге дамып келеді. Менің айтқаным түсінікті ме? Сөйтіп адамдар бір-біріне әсер етеді, бір-бірін өзгертеді. Ал енді егер сен бұрынғыдай ойлай берсең, сол бірдей таңдауларды жасай берсең, сол бірдей әрекеттерді қайталай берсең, сол бір тәжірибелерді өміріңе тарта берсең, мида сол баяғы жүйке байланыстары қайта-қайта бекіле береді. Мұның бәрі саған мен деген таныс, үйреншікті күйді сақтау үшін ғана керек. Білмеймін, қазір жай ғана мысал ретінде айтып тұрмын. Айталық сен осыны 20 жыл бойы, немесе 10 жыл, не 5 жыл жасап келдің делік. Сонда мынаған келісесің бе? Бірге іске қосылған жүйке жасушалары бір-бірімен мықтап байланысады. Ал бұл сенімге айналады. Егер сен менің алдыңғы тренингтерімді көрген болсаң, сенім дегеніміз қайта-қайта ойлай беретін бір ғана ой. Солай ма? Я ма жоқ па? Ал бір ойды қайта-қайта ойлай берсең, оны ойлау оңайлай түседі. Ақырында сен сол ойға өзің сеніп қаласың. Өйткені сен үнемі солай ойлап жүрсің. Ол сенім біртіндеп қабылдауға, яғни дүниені қалай көретініңе айналады. Біз әлемді қалай болса солай көрмейміз. Біз оны өзіміз қандай болсақ солай көреміз. Шындықты өткен естеліктерге сүйеніп толтырып аламыз. Менің айтқаныма ілесіп отырсың ба? Ал егер бір нәрсені қайта-қайта істей берсең, ол әдетке айналады. Ал әдет деген не? Бір істі жеткілікті көп қайталасаң, оны санаңнан бұрын денең істей бастайды. Дене өзін әлі өткенде жүргендей ұстайды. Сол бірдей сезімдерді қайта-қайта сезінеді. Сол сезімдерге сай бірдей химиялық заттарды қайта-қайта шығара береді. Тағы да сол эмоция, тағы да сол химия. Адам өзін кінәлі сезінуге әбден үйреніп кетуі мүмкін. Қорқуды да өте жақсы меңгеріп алады. Солай ма? Я ма жоқ па? Тіпті өзгелерді үнемі сынауға да шебер болып кетеді. Осыны соншалықты автоматты түрде істейді. Тіпті өзің істеп жатқаныңды да байқамай қаласың. Міне осының бәрі біздің кім екеніміздің 95%. Өмірдің ортасына келгенде адамның болмысының 95%-ы жатталып, қатып қалған көзқарастар мен сенімдерден, дүниені қабылдау тәсілдерінен, автоматты әдеттер мен мінез-құлықтан, ойланбай берілетін эмоциялық реакциялар мен жауаптардан тұрады. Яғни 95%-ы автоматты. Мұның бәрі түпсаналық деңгейде жүріп жатады. Ал сен қалай ойлайсың, қалай әрекет етесің, қалай сезінесің? Осының бәрі сенің мінезіңді, яғни тұлғаңды құрайды. Ал сол тұлға сенің жеке шындығыңды, өз өміріңді жасайды. Болды. Мәселе осы. Демек, дәл қазір осы жерде отырған қазіргі сен өз өмірің деп аталатын шынайылықты өзің жасап отырсың. Солай ма? Я ма жоқ па? Енді мынаны ойлап көр. Бұл жерде сенің анаң да кінәлі емес, әкең де кінәлі емес, бұрынғы жұбың да, әріптесің де кінәлі емес. Ешқайсысы кінәлі емес. Өйткені өзің айттың. Тұлғаң сенің жеке шындығыңды жасайды. Дұрыс па? Ал жеке шындық деген не? Ол сенің өмірің. Ендеше егер сен жаңа өмір жасағың келсе, ең алдымен өзіңді өзгертуің керек деген сөз. Келісесің бе? Өйткені біз өзіміз өзгермейінше өмірімізде ештеңе өзгермейді.